осы жігіттердің осы дәрежеге жетуіне керемет әуел Алла, одан кейін сіздердің арқаларыңызда септігін тигізіп, мінекей осындай бар өздеріңіздің білген көргендеріңізді осы бүгінгі біздің жас түлектерге, біздің қазақтың жігіттеріне үйреткендеріңізге сіздерге көптен көп алғыс білдіреміз. Ол алғыс біздің мына ата-аналардың атынан сіздерге бір қошемет ұрып қояйықшы мінекей. Жаса менің қазағым, артта қалды қиындықпен азабым. Келе қойыңыздар ортаға, сіздерді бір жақсы тілекке шақырамыз, келіңіздер. Жаса менің ол елім, атқан таңдай ашық болсын ажарым. Жаса Қазақстан, жаса менің ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, жаса мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Не деймін, алда қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер, дендеріңіз әрқашан сау болсын. Осы институт іргесінде білім алдыңыздар, қойған мақсаттарыңызға жеттіңіздер, диплом алдыңыздар, лейтенант болдыңыздар. Не деймін, қазір осы қуаныштарыңызда шек жоқ, оны сенімдімін. Ата-аналар осы кішкентайдан мәпелеп өсірген ұлдарыңыз міне уже таудай болып институттан шықты. Құдай қаласа енді одан ары қарай өсе береді деген үміттемін. Генерал деген атаққа жете беріңіздер. Аманшылық болса. Барлық бойларыңызда барлық қадір қасиеттер бар сіздеріңіз. Біздер сенеміз. Тек алдарыңа қойған мақсаттарың жете беріңіздер. Давай сол. Біріншіден саламатсыздар ма деймін бүкіл жиналған қауымға. Мен мұғалім де емеспін, мен бұл кісілердің осы РТВ-ні бітірген 3 жыл бұрын ағалар болып есептелем. Есімім Нұрбол, бәрі Макар деп білетін шығар. Есімім Нұрбол. Біріншіден сіздерге рахмет айтқым келеді. Осындай азаматтарды дүниеге әкелгендеріңізге, тәрбиелегеніңізше. Екіншіден, қарулы күштерде біздің институттың атағы, абыройы үлкен дәрежеде бұл кісілердің арқасында. Сол абыройды одан әрі жетелей береді деп, үлкен үлес қосады деп, мен шын жүректен бауырларыма сенемін. Құтты болсын, үлкен жетістіктерге жетуге тілектеспін. Рахмет. Құрметті ата-аналар, сіздердің қуаныштарыңызға бәріміз ортақпыз. Мен де бұл жігіттерге мұғалім емеспін. Кафедрада бастығымын деп қой. Сестралар болып келем. Жігіттер, сіздерге ақ жол. Көздеріңіз жайнап тұр, көрініп тұр. Тек осы шабытпен, осы энергиямен тек алға жүре беріңіздер. Генерал болыңыздар. Қастарында отырған қыздар оңай емес. Ана екінші взводқа да айтып кеттім қыздарға. Қыздар, әскери жігіттің әйелі болу оңай емес дедім. Главное, оларды түсіну, қолдау, миын шайқамау. Так что қыздар оңай емес, ойланыңдар, әрқашан қолдап жүріңдер. Ата-аналар, сіздерге көп рахмет. Сіздерге де оңай болған жоқ, 5 жыл балдарыңызды алысқа жіберіп. Өзім тоқып тұрмын. Сол жігіттер, ақ жол, бәрлеріңізге денсаулық, осындай ақ дастарханда тек бастарыңыз жинала берсін. Балдардың тойларында бастарыңыз жинала берсін. Сол, қуаныштарыңызға ортақпын. Құрметті ата-аналар, лейтенант мырзалар, сіздерге тілейтінім ақ жол, ашық аспан, жұмыстарыңыз алға баса берсін. Осындай кең дастарханда жақсылықта кездесіп отыра берейік. Ассалаумағалейкум, құрметті ата-аналар, жас түлек лейтенант мырзалар. Сіздер бүгін қуанышты күнде баш жүздесіп ата-аналарыңызбен бірге бір дастарханда отырсыздар. Құттықтаймын сіздерді. Ұлдарыңыз жарады, 5 жыл институтқа шыдап, үйде істемеген жұмыстың бәрін сол институтта істеп үйренді. Мықты генерал болсын ұлдарыңыз.
дастархандарыңыз жақсылыққа жайыла берсін, сіздерді қуанышымен қуанта берсін, бар жақсылық тілеймін, бір бастары екеу болсын, үлкен отбасы болсын, сіздердің жолдарыңызды берсін. Бар жақсылық тілеймін. Ал сіздерге жас лейтенант түлектер, сәттілік. Саламатсыздар ма? Мен жаңа айтып жатыр ғой, мен преподаватель боламын, мен ешкім болмаймын дейді. Мен сіздер институтқа келіп өткізгеннен бері кішкентайдан қабылдап алып келген мен командир боламын. Бірінші командир взвод, потом командир рот. Осы уақытқа дейін жеткізе алмай қалдым. Енді арасында кішкене кемшіліктер болды. Сол үшін кешірім сұраймын. Бірақ енді осы дәрежеге жеткізген бірінші әуелі Алла дейді ғой. Екінші сіздер менің бар білетінімді, бар үйренгенімді, білімімді осы сіздердің балаларыңызға үйреттім деп ойлаймын. Енді алдағы жұмыстары, алдағы келе жатқан службалары енді сіздерді подвать етпейді деп ойлаймын. Енді Құдай қаласа денсаулықтары мықты болсын, бітіріп атқан. Мен бәрінің алдында тұрғанда курсант мырзалар десе едім, қазір лейтенант мырзалар, офицер мырзалар, Ақжол. Мен енді курсантский формамен келіп, курсантский форманы көріп жүргеннен кейін қазір лейтенантский форма біртүрлі. Господин лейтенант, товарищ лейтенант. Сондықтан да бәрінің білем кімнің қандай екенін, мінезіне дейін, жүрген жүрісіне дейін, тұрған тұрысына дейін, не сөйлейін деп тұрғанына дейін, қандай қылығын екенін, соның бәрін білем. Ұйықтайын деп тұрмын, ол ауырып тұрмауыз бәрін білетінмін. Сондықтан да сіздерден кейінгі мен болған, әкесі де, шешесі де болған. Аман болыңыздар, сіздердің денсаулықтарыңыз мықты болсын. Аман болыңыздар, бұдан кейін көрсек көрдік, көрмесек аман жүріңіздер деймін. Бәріңізге жақсылық. Осы өсіріп жеткізген лейтенант мырзалар, ақ түлектер бүгінгі. Соның қызығын көріп, біз жетпеген, сіздер жетпеген белеске осы балаларыңыз жеткісін деймін. С вашего разрешения, пожалуйста, выпускники, я бы хотел их пригласить вот в середину. Пожалуйста, за мной. Құрметті ата-аналар, сіздерге үлкен алғыс. Осындай ер азаматтарды тәрбиелегендеріңізге. Біріншіден. Осындай мықты жігіттерді тәрбиелегендер. Не үшін десеңіздер, мен айтқым келеді да қазір. Осылардың арасында кімде разряд бар, қолдарын көтеріңдерші. Қараңдаршы. Мен дене дайындығы сабағының мұғалім болам, 5 жылдан бері сабақ бергем. Енді спорт ВСК, да? Медальмен наградталған ВСК-мен қолдарын көтеріңдерші. Енді мына жігіттерден бір нәрсе сұрайын. Бұлар 5 жыл бойы физподготовка, это один из основной предмет, который в боевой подготовке. Бұлар в течение 5 лет сдают 2 раза в год сдают экзамен. Зимой и летом, да? Біреулердің отпускаға өз уақытында болмай қалған шығар, білетін шығар, не үшін қалып қалған и так далее. Осыларға бір сұрақ. Государственный экзамен они сдавали в выпускном курсе, да? Все знают, да? Сколько пятерок получили? Руки поднимите. Вот это вот 100% 5 получил. Все единогласно, да? Осындай мықты балалар тәрбиелегендеріңізге рахмет айтқым келеді біріншіден сіздерге. Бұлар 5 жыл бойы мен подвод еткен балалар емес, біреу маған шығып қар сөз айтып, мынаны істемейміз деген емес. Я знаю, все
до 3-го курса меня очень сильно ненавидели. Но сегодня друг друга в глаза прямо смотрим и радуемся, что мы служили вместе 5 лет. Кафедра, спецкафедра, сколько отличников выпустил, не знаю, я 100% отличников выпустил. Бұл балалармен мақтанайын деп осы жерге не хвастаться вытащил. Сюда я позвал их, что я ими горжусь. Они достойные офицеры. Они вооруженных сил Республики Казахстан сделает большой вклад в развитие нашей вооруженной силы. Большой вклад, инициативу сделает положительный, что за собой потянет все подчиненных и сделает с ними отличниками. Я насчет этого не думаю, я насчет этого уверен. Ата-аналарға денсаулықтарыңыз мықты болсын. Аспанымыз әрқашан ашық болсын. Отбасыларыңызда әрқашан береке болсын, табысы болсын. Осындай балаларыңыздың жетістіктерімен қуануға, ұстаған өмірде жолына қуанып, осыларды төрде, осылардың әрқандай той думанда төрде отыруға Құдай нәсіп етсін. Енді смотрю и сразу вспомнил. Лейтенант, извиняюсь. Лейтенант Араббек 400 раз сделал выход силой. Никто не подумает, да? На перекладине 2 часа висел. Занял 3-е место, да? У нас әке-шешесі болса көрген шығар грамотаны. Грамотамен наградталды. Потом есть Үсіпбеков, бүгін келмей қапты. Кім? Әке-шешесі ма? Рахмет сіздерге. Бақытты болыңыздар. Потом Үсіпбеков келмей қапты. Бұлардың онда 2 бала, ол 500 рет жасады. Тоже 2 часа висел, рекорд побил института. Осындай балалардың мықты екендігіне мен өте қуанамын. Осыларға тілейтін ақ жол, ұстаған өмірінде әрқашан адаспасын. Ұстаған жолы бұлар үшін дұрыс болсын. Бастаған жолдары әрқашан аяқталсын осыларының пользасына. Қасындағы жұбайы әрқашан тірек болсын қасына. Мен бұларға сенім артам көп, себебі бұлар үйреніп кеткен, бұлар алға қойған мақсатқа нақты жетіп, өз дәрежесін, өз алдына қойған мақсатты жоғары дәрежеде көрсетіп, әрқашан бірінші орынға жоғары дәрежеде өздерін көрсетіп жүрген курсанттар бүгінгі офицер болып, өзіміздің Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде осындай нәтиже көрсетеді деп үміттемін. Бұлардың арасында талай командир, талай генерал тұр. Осы қуаныштарды көруге бәріміз сол күндерге жеткісін. Бәріміз амандықта, жақсылықтарда кездесе берейік. Рахмет сөзім. Мынау физический подготовканың бәрі результаты осы командирінің арқасынан. Мен сабағымнан қатал болдым. 2 алған күні олар весмешокпен кешкі жақын наказание қайтадан жүгіретін, осы жүгіртетін. Осыған көп рахмет. Енді бір ата-аналар атынан, өзім атынан осы курсанттар бізге өз взводның әнін ба, или институттың әнін ба айтып берсе, біз отырып тамашаласақ, қалай қарайсыздар? Ал кеттік, бастайық. Асыл текті туған, алаш келген қуған, жерлері ел үшін, елім бекен буған. Ағайда үшімен, ақ білек күшімен, қорғаған бабамның, үлгі алып ісінен, алға
Bağışlay koyup koyğum, bağışlay ölüp koyğum. Рахмет. Енді рұқсат болса осы жерде біз керемет тамаша тілек, керемет тамаша жігіттердің өздерінің кәдімгідей патриотический әндерін тыңдап жатқан жайымыз бар. Енді рұқсат болса біз әумен деп ас қайырып ортада бір үзіліс антракт жарияласақ деп отырмық. Антрактты қазақша алтырайық. Ал қариям әумен деп бір ас қайырып жіберіңіз. Әумен. Я жаратқан мына бүгін балдардың істеп жатқан қуаныштары, ата-аналардың көріп жатқан қуаныштары мәңгілік болсын. Осындай қуаныш күні бола берсін, сол жүре берейік. Аумин. Көке, мен де сізге бір асабалық батамды беріп жіберсем деп рұқсат болса, аумин деп көке. Ал, жайыңыздар. Аумин. Ал, айтқаныңыз әрқашан мақал болсын, тізеге жеткен сақал болсын. Мынау қай жеріңізге барса да қошеметтеп, қолпаштап, төрге шығарып, үстіңізге жапқан жібектен шапан болсын. Тәңірім нәсіп ет, жасыңыз Құдай қаласа 100-ден асқан кезде қариям. Қасыңызда бір тоқал болсын. Тамаша. Ал, олай болса, қадірлі қонақтар, сіздерді бүгінгі тамаша биге шақыратын Әділ, Райым ұлдарыңыз жақсы бір биге шақырады. Одан соң тамаша армиян қарата биіміз жалғасын табады болады. Ал, кеттік ортаға. Баршаларыңызды биге шақырамыз. Антракты. Сен жанымнан қалмайсың, қиындыққа қалыспай, қиялыңды жалғайсың. Ол бақыттың жайында сырласумен айналдық, қарағайдың қайындай қатарды өлмей қалдық. Сәулем, 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 жалған арымсың, сезімдегі жалынсың, басындағы бағымсың, домбыраның өмірсің. Жүрегімнің жаны сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның сен. Жанарымның, жанарымның, жанарымның сен. Жила был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как мы ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. А пока дорогу, только черному коту не где-то на белом свете, там, где всегда мороз, тут со спиной медведи, а зимою гроз. Мимо ходят столетия, спят под огнем моря, тут завось медведей, вертится земля. Вертится быстрее земля. Жоқсың сен қайдасың, сол білмедім. Бірде барсың, бірде жоқ, сен білесің. Түбінде таңым бол.
маған келесің түнде таңым болып маған келесің Я вас и всегда замерзаю трофеи на белых дорогах, колдует луга, увидит за ней раскаленное лето, великое солнце на черных стаканах. Я вспоминаю, тебя вспоминаю, дорога шальная зашла как заря, летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз с берегей января, летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз с берегей января. Почему душа нагрузен, жұпарағы жолдары болабесін, келген жылдар қосыла ел жасқа, бақытың мен бағына бесін. Почему душа нагрузен, жұпарағы жолдары болабесін, келген жылдар қосыла ел жасқа, бақытың мен бағына бесін. Құрметті лейтенанттар және ата-аналар, сіздерді бүгінгі қуаныштарыммен құттықтап, осы әнімді сіздерге шын жүректен жолдаймын. Осы ән сіздерге арналады. Ояттым сен ұйықтап жатқан сезімді, ұмытпайын мен ғашық болған кезімді. Бір мөлдір көзіңді, есі тәтті сөзіңді, ұстай алмадым өзімді. Көпті сол, етті ғалым, балады бұрымның исі. Ешкімге қарама, тек мені қарама, сүйсең сен мені ғана сүйші. Бала ләззат сен сыйладың алты түрлі, қара ғажап естіген сол соғымды. Тұрғызымды күлкімді, бұзып түнгі ұйқымды, болып жүрмін ай біртүрлі. Көпті сол, етті ғалым, балады бұрымның исі. Ешкімге қарама, тек мені
Ой, бәрекелді, молодец. Нұр дәулет, ұлдарыңызға бір қошемет қолдауларыңыз болсын. Рахмет. Бұрымның иісін қаяқтан иіскеп жүр десейші бұл баланы. Құдай ау. Рахмет баршаларыңызға, көптен көп рахмет. Ал енді қадірлі қымбатты қонақтар, біздің ата-аналар, осында ата-аналарымыздың арасында баршаларымыз сөйледік деп ойлаймын, Ал құрметті господа офицеры, бері қараңыздар. Бұдан 5 жыл бұрын сіздерді мұны Экспо 2017 деп сол жылы ұтып алған еді. Сол кезде балам айтып еді, папа Экспо 2017 деп бітіреді екенбіз деп. Міне сол Алланың құлағына шалынып, аман есен, төрт көзіміз түгел, осы залда бәріміз жиналып отқан жайымыз бар. Міне ата-аналар, құрметті бітіруші жас түлектер, господа офицеры, сіздерді шын жүректен құттықтағым келеді. Міне сіздер үлкен сынақтан өттіңіздер. Енді үлкен алдарыңызда өмір деген үлкен сынақ күтіп тұр сіздерді. Мен қысқа нұсқа сөйлейін, өмірде жақсы адам болыңыздаршы. Міне, адам, одан кейін карьера бәрі бола береді. Адамгершілігі мол адам болыңыздар. Одан кейін қалғаның бәрі өз бола береді. Рахмет сіздерге. Арапбек Талғаттың әкесі едім мен. Арапбек Талғаттың атасы. Рахмет. Құрметті мынау жиналған ата-аналар, жаңа оқытушылар, сіздерге көп-көп рахмет. Біздің балаларымызды осындай дәреге жеткізіп, оқытып, түлектеріңіз бүгін ұшырып жатсыздар. Екіншіден ата-аналар, сіздердің қуанышыңыз, бәріміздің қуанышымыз ғой. Балаларымыздың бәрі мынау бүгінгі бітіріп, кеше ғана жаңа кішкене бала болып келіп, бүгін үлкен азамат болып, шен алып дегенде лейтенант алып, офицер болып шығып жатыр. Айнала балапандар мынау, Құдай қаласа, мынау осы шендеріңді ештеңе айырбастамай, ештеңе сатпай, жақсы азамат, жақсы ел қорғаушы болыңдар. Жаңаға айтпақшы, біздің отанымыздың, жаңа бейбіт отанымыздың соғыссыз еліміздің қорғаушы болыңдар. Құдай соғыстан аулақ қылсын. Құдай қаласа, самый главный, жақсы, адал азамат болыңдар, айналайындар. Сол тілегім. Мен Арапбек Талғаттың атасымын. Шымкент қаласы, Арыс қаласынан келіп отырмын. Құрметті лейтенант мырзалар, біріншіден бүгінгі сендерді бітірулерімен құттықтаймын. Осы біз 5 жылдан бері армандадық. Осы балдар жақсы оқысын, жақсы бітірсін деп. Мен Шымкент қаласының қорғаныс істер министрі, қорғаныс істер жөнінде басқармада істеймін өзім негізінде. Екінші отделда. Сондықтан мен офицерлерді өте құрметтеймін. Біріншіден қыздарға айтатын, офицерлердің әйел болу үшін мықты болу керек. Олар қызметте мықты болса, сендер үйде әйелдер солай мықты ұстау керек. Отбасын, семьяны, бала-шағаны. Оларға келгенде үй таза болу керек, бала-шаға таза болу керек, тамақ дайын болу керек. Мен ертең 2 ұлым бар, ертең үйге әкеп таныстырса, мен солай айтам. Біздің үйде тәртіп осындай деймін. Көнсең, пожалуйста, көнбесең өзің біл деп айтам. Сөйтіп айтам өзім. Келгенде күліп қарсы ал. Олардың қызметтері сондай деп айтам. Оны не себепті айтайын ба? Өзім қызметте істегенде көп офицерлер ажырасып кеткен. Екінші, үшінші әйел алып жатыр. Ол неден? Олар түнгі 2-де келеді, 3-де келеді, кейде казармы положение болады. Сонда үйлеріне барғанда біреуден сұрадым, неғып ажырасып кеттіңіз, әйеліңіз сондай әдемі, бала-шағаңыз бәрі томпайып десем, үйге жұмыста у меня и так-то скандал дейді, үйге барсам опять дейді, ол маған сенбейді дейді, бір айтам, 2 айтам, 3 айтам, мен керек емес ондай скандал деп сосын алдым дейді. Сол именно сол өзінің қызметтес қыздарын алады. Оларда почему? Потому что үйге барғанда ол тыныштықты сақтайды, ол білет қандай неде істейтін должностьта. Сондықтан қыздар сендерге айтатыным сол. Мықты болсаңдар, ұстайсыңдар, мықты болмасаңдар, отырасыңдар. Енді сендерге ақ жол, құрметті офицерлер, лейтенант мырзалар, полковник болып өсіңдер,
там еще что желаете, армандарың барлығы орындалсын, жолдарың ашық болсын әрқашанда. Мен Қаныбек Санжардың мамасы болам. Ең қазір папасына, тетясына береміз сөзді. Бізде сол Санжардың әкесіміз. Санжарды өзіміз кішкентайынан өсірдік. Елге қызмет жаса деп өзімізше бар ақылымызды айттық. Кішкентайынан. Сабыр Рахимовты бітірді. Сабыр Рахимовтан кейін ал не істейсің, гражданкаға барасың ба, басқа барасың ба деген кезде мен военный болам деді. Сөйтіп военныйға барды. Сөйтіп бағана қарай жақсы оқып, жақсы анамын оқығаннан кейін Россияға болжама направление алып Череповецке барды. Череповецке оқып жүрген кезде Қазақстанның жалауын тіке ұстайым деп жүрген жігіттердің бірі еді. Әттең кейде сондай бір тіршілік болады өзі. Вот лидеров не любят, да? Сөйтті, сонымен амал жоқ, Қазақстанға амал жоқ, қайтадан келді. Соған қарай балам деген ел болмаса, елім деген бала қайдан өсет дейді. Дұрыс па? Соған қарай мына бала осы жаққа келді. Сөйтіп Қазақстанда оқыды, жалғастырды. Құдайға шүкір, қалай болады деген кезде әйтеуір арайға түсті. Көп адам жақтырмады. Себебі бұл орка деді ғой. Бірақ ар жағы өзінің жолын тауып, сол жолдастардың арқасында, жайлы офицердің арасында жолын тауып, үлкен жолға түсті. Міне бүгін бітіріп жатыр. Ол Құдайға шүкір, рахмет атамызға, Нұрекең атамызға рахмет, осындай қазақ жігіттерін қолдағанына. Ләж болса, осындай жігіттер, отаным деген жігіттерді қолдау керек қой. Ләж болса. Сол сияқты офицер болсын, өссін, өнсін, сіздерді құттықтаймын. Сіздердің де балдарыңыз, сіздердің де інілеріңіз бары сондай офицер болсын, елім деген жігіт болсын. Шын айтқанда. Елім деген жігіт болсын. Қалғаны кетеді. Мен Санжар Қаныбектің әпкесімін. Үлкен әпкесі, иә. Офицеры, мен де офицермін. Сендерде екі кішкентай жұлдыз болса, менде екі дәу жұлдыз болған деп қойыншы. Менің кішкентай ғана Санжарым Тұрар Рысқұловтың шөбересі. Бауыржан Момышұлының немересі. Өмір бойы сол офицер болып өткен біздің династиямыз офицер. Біздің бағана бір кісі орысша айтып кетті, мен қазақша айтамын. Бар сондай мамандық, отанды қорғау деген. Міне біздің баламыз отанды қорғайым, отаным, Қазақстаным деп өсіп, өніп келе жатқан жігіт. Барлық өшерде отырған жігіттер, не деген кереметсіңдер. Сендер осындай керемет болсаңдар, біздің отанымыз тыныш, керемет гүлдейді де, әндейді. Сендер үшін жақсы болыңдар, аман болыңдар. Сендер аман болсаңдар, біз тынышпыз, бәріміз жақсы боламыз. Құрметті жиналған қауым, бүгінгі мынау қуаныштарыңызбен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Мен жалғызым, қуанышым, қорғанышым, Сауыт Қуаныш Ералының әпкесі болам, туған әпкесі. Бұрыннан кішкентай кезінен армандаушы еді, мен военный болам деп. Бүгінгі арманыңа жеткен күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Арман тілектерің орындалсын, сіздерге де сол жақсылықтарды тілеймін. Бүгінгі ораза айындағы ең күшті күндеріңмен құттықтаймын. Бүкіл айтылған тілектер Аллам қабыл еткей, ең биік асулардан көріне беріңдер, тек жақсылықтарды тілеймін. Ассаламағалейкум, құрметті ата-аналар, лейтенант мырзалар,
және қонақтар. Бүгін үлкен қуаныш мына балдарымыздың 5 жылдық өткелден өтті, Құда қаласа. Енді алдағы асулардан аман есен өте берсін. Жаңа ғана командирлері мәртебемізді көтеріп кетті, балдарымыздың қандай екенін көрсетіп. Бәріңізге де құт болсын балдарымыз. Аман есен боп, қызметтерін атқара берсін. Ақ жол бәріңізге. Құрметті тойшы қауым, ата-аналар, жас түлектер, тойларын құтты болсын. Мен Қуанышбаев Айсұлтанның мамасымын. Балам осы жаққа Алматыға оқуға түскенде мен жыладым. Түсіп кетті деп жұрттар жаңа түсіре алмай жүрді. Енді бүгін күліп тұрмын, қуанып тұрмын, төбем көкке бір ел жетпей тұр. Бір балам екеу болып келін алайын деп жатырмын. Ертең 15 июльде тойы болады. Біздің үйге тойға келіңдер. Балдар бақытты болсын, үлкен азамат болсын. Жаңа айтып отыр ғой, осы жердегі барлық жақсы тілектерге қосылам. Жүздерінен күлкі кетпесін, әдеміліктері мәңгілік болсын. Бүткіл жақсылықты тілеймін осы барша қауымға. Құрметті мынау ата-аналар, офицерлер болашақ. Сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймын, шын жүрегімнен. Мен Арапбек Талғаттың әпшесі боламын. Дендеріңе саулық тілеймін айналайын. Түлектер, биіктен көріне беріңдер, дендерің сау болсын. Ата-аналар, сіздер осы балдардың қызығын көре беріңіздер. Тілектесім бәріне. Мен Арапбек Талғаттың мамасымын. Біз мамасы мен папасы екеуміз тек баламызға мамасы мен папасымыз. Ол негізі апасының түбі, апасының баласы. Апасы бір кішкене денсаулығына байланысты келе алмай қалды, әйтпесе апасын өзгелетін еді. Бұны спортсмен қылып тәрбиелеген апасы негізі. Алғашқы тренері. Одан атасының баласы. Халықтың баласы болсын, Құда қаласа, балдарымыз. Бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Өзім балама қандай тілек тілесем, мына отырған офицерлерге, ұлымның жолдас балдарына, оның ішінде Санжарға, Әділет, аттарын білмеймін енді барлығын. Барлықтарыңа шын жүректен Талғатқа қандай тілек тілесем, сондай тілек тілеймін. Ата-аналар, бүгін қуаныштарыңыз құтты болсын. Барлықтарыңыз дендеріңіз сау болсын. Тек осы ұлдарымыздың қызығын көріп жүре берейік. Бағана Әділеттің атасы шөберемнің қуанышына келіп тұрмын деп жатыр ғой. Сол сияқты Құда қаласа осы ұлдарымызды үйлендіріп, солардың немересінің, балдарының осындай ақ жолы несіне келе берейік. Біз анау емес, 9 жолдың торабы Арыс қаласынан келіп тұрмыз. Біз өзіміздің атамыз өзі темір жолшы болған, кіші атасы да темір жолшы, папасы да басқа институт бітірген еді, технологическийді. Диплом сандыққа тастап, темір жолшы болып кеткен. Сол сияқты сендер дипломды сандыққа тастамай, Құда қаласа халқымызды, елімізді қорғап, Қазақстанның атын шығаратын азаматтар болады деп, шын жүректен тілектеспіз. Ақ жол сендерге. Құда қаласа генерал болыңдар барлықтарың. Осы ұлдарымыздың қуанышында сіздермен бәріміз бас қосып бірге кездесе берейік. Қуанышымызды бірге бөлісейік. Рахмет, бәрекелді. Сөйледік па? Сіздер сөйлемеңіздер ма? Асықпаңыздар. Кеш жарық, бүгінгі ата-аналар, офицер балаларым, қуаныштарың құтты болсын. Мен Тараз қаласынан келдім, Амантаев Бернұрдың мамасымын. Бүгін менің балам қызыл диплом алып, төбемізді көкке жеткізіп жатыр. Балама көп-көп рахмет айтамын. Жолдастарына, бірге оқыған достарына өмір жолдары ақ болсын деймін әрқашанда. Бұл балалардың біразы білетін шығар, әйтеуір Тараздан өткен сайын мантымды жасап беріп отырдым постоянно. Сендер жесеңдер, өзім жегенде қуанатымын сол кезде, шын ғой. Коробка беріп жаттым. Өмір жолдарың ашық болсын балаларым. Ернұрымдайсыңдар ғой барлықтарың. Дендерің сау болсын. Тек қана өздерің мақсаттарыңа жетіңдер. Өмірде өздеріңе лайықты жолдас, жан жарларың кездессін. Енді ата-ананың тілегі сол ғой, бауыр еті баласына не тілейді? Тек қана жақсылық тілейді. Ал мақсаттарыңа жетіңдер. Рахмет сендерге. Құрметті ата-аналар, жас лейтенанттар,
офицер мырзалар дейді былай айтқанда. Міне бүгінгі мынау қуанышты күн құтты болсын. Мен мынау Пернабаев Нұрбалдың былай айтқанда әкесімін, дәу папа дейді. Папасының ағасымын. Не деймін сендерге, мынау иықтағы жұлдыздарын көбейе берсін, көбейген жұлдыздар үлкейе берсін, биіктен көріне беріңдер. Мен де өздерін сияқты офицер болғам, қазіргі марттан бері зейнеткермін. Нұрболдың үлгі алатындай несі бар жаңағы. Менен кейінгі інім де офицер, осы сендер бітірген, институт бітірген. Солардың жолын берсін, жақсы жеткілікке жете беріңдер, жақсылықтарын көре берейік. Солар қуаныштымын бүгін күндеріңге. Рахмет сіздерге. Рахмет, бәрекелді. Көп-көп рахмет. Керемет, тамаша тілек, ниет баршаларыңызға мыңда бір алғыс. Әрқашанда қыс қардай ағарып, көктемгі қызғалтақтай құлпырып, күзгі апорт алмадай пісіп, екі беттеріңіз томпайып ісіп, жадырап жайнап, күліп ойнап, анша-мұнша проблемалардан арылып, осындай ұл қыздарыңыздың қызықшылығында, қуанышында жанынан табылып жүре беруді жақсын дегіміз келеді. Сіздерге көптен көп рахмет. Ой, болса сіздердің құрметтеріңізге жақсы бір шағын би қойып берсек деп отырмыз. Ал келіңіздер. Ал кеттік. ата-аналардың құрметіне де осында мынау Арыстанбек бауырымыз өзі барша түлектердің атынан ата-аналарға
бір ауыз барша түлектердің атынан ата аналарға бір ауыз рахмет, және де өзіңнің анаңа бір ауыз рахметіңді айтып, қолыңдағы гүл шоқтарыңды табыс ете қой. Мен сіздерді бақыт ету арманым. Ал енді мына құрметті ата-аналар, лейтенант мырзалар, барлықтарыңызды осы әсіресе лейтенант мырзалар бүгінгі бітіру күндерімен құттықтаймын. Осының барлығы енді мына ата-аналар сіздердің арқаларыңызға өстіп, біздің күліп ойнап, әрқайсымыздың осы біздің 20 баланың 5 жыл бойы қиындықта да, қуанышта да бәріміз бірге бас қосып, үнемі бір-бірімізге демеу көрсетіп келген болатынбыз осылайынан. Біреуіміз біз ешқашанда біреу Шымкент, жаңа біреу Қызылорда, біреу Шығыс Қазақстан деп ешқашан біз бөлінген жоқпыз. Осындай түсінігі бар мол жігіттерді бізге басымызды қосқан сіздердің арқаларыңыз, сондықтан барлықтарыңызға үлкен рахмет айтам. Соның ішінде менің мынау өйстіп әке-шешеме ерекше рахметімді айтқым келіп отыр. Өйстіп үнемі менің білмегенімді үйретіп, кемшіліктерімді жасырып, осы айтады ғой, жамандық жасырып, жақсылықты асырып келген осы әке-шешем үнемі осылардың арқасы. Сондықтан мам, пап, сіздерге үлкен көп рахмет. Папа, мама деп қойсайшы. Ай, бәрекелді, молодец, міне. Ой, тамаша. Ай, бәрекелді, мінекей. Ай, тамаша. Керемет, мінекей. Барша көпшіліктің алдына. Конвертің жоқ па? Ал енді, сізде бір ауыз рахмет па? Барлықтарыңызға біріншіден саламатсыз ба деймін. Барлықтарымыз осы басы біздің мақсатымыз әкеміздің, шешеміздің үмітін ақтау болады ғой. Осы бір қысқаша өлең шумақтары барлық бір түйінді шешетіндей деп ойлаймын. Мен емес жаман бала, ренжіме маған да, заманға да. Қарыздан отанның құтылайын, отан деген саған да, маған да дейді ғой. Біріншіден. Екіншіден, шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда құламадың. Тәңіріңнен мені дым ғой сұрағаның, сондықтан да жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой, көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басыңа. 2 жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазсам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербете бер, қубат алдан иілген бесігімді. Рахмет. Ой, бәрекелді. Тамаша. Кім мына балаң аты? Қайрат? Ай-ла-лай. Ай-ла-лай. Аналарымызды жұптасып үйіне шақырайық. Аман болыңыздар. Ай-ла-лай. Көңілімнің сыры болар, жүрегімнің жыры болар, өмірімнің нұры болар. Анам менің бойда бардың бәрін берген, таңдайыма нәрін берген, тал бойыма дарын берген. Анам менің күл әлемді әлдилейтін ана шуағы, ұрпақ үшін ұйқысыз таң атырады. Ұл қызым деп езіліп жылы жүрегі, ұлылықтың шыңында ана тұрады. Алақанда аялаған, барасылын аямаған, әлемдегі аяулы адам анам менің. Қуат беріп балаңызға, ақыл қосып санамызға, аман жүр жай арамызда. Анам менің күл әлемді әлдилейтін ана
шуағы ұрпақ үшін ұйқысыз таң атырады ұл қызым деп езіліп жылы жүрегі ұлылықтың шыңында ана тұрады. Аналарымыз аман болсын. Ай, хо. Ла, 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 ла. Ай, ла, ла. Осы жерде бір қошемет болса ағайындар, кәне. Лай, ла, лай. Лай, ла, лай. Күл әлемді әлдилейтін ана шуағы ұрпақ үшін ұйқысыз таңда тұрады ұл қызым деп езіліп жылы жүрегі ұлылықтың шыңында ана тұрады. Күл әлемді әлдилейтін ана шуағы ұрпақ үшін ұйқысыз таңда тұрады ұл қызым деп езіліп жылы жүрегі ұлылықтың шыңында ана тұрады. Рахмет, рахмет. Ал енді батаның артықшылығы жоқ дейді. Рұқсат болса, әумин деп бір ас қайыр жіберіңіз. Әумин. Ал, бисмиллахир-рахманир-рахим. Үй іші ауыл аймақ аман болсын, тыныштық баршамызға заман болсын. Табиғат таусылмайтын рызық беріп, тартулы дастарханың тағам болсын. Абырой амандығың арта берсін, бақ-дәулет қызығымен қатар берсін. Қонағың жақсы көрген жиі келіп, таусылмас дәм тұзыңнан тата берсін. Осындай ойын сауық бола берсін, үй ішің той думанға тола берсін. Өмірдің гүл жайнаған жәннетіндей бақшаңа бақыт құсы қона берсін. Осы үйге сұлу мінез келін берсін, келінге адал ниет пейіл берсін. Ақ көңіл ата-анаға мейірімді болып, қызығын бала-шаға түгел көрсін. Осы үйге көп-көп қылып бала берсін, балаға таудай талап санай берсін. Барлығы да шетінен өнерлі болып, бақыты күннен күнге жана берсін. Жаныңда жақсы көрген көршің болсын, көршіңіз жақсы болса бейне төркін. Ағайын туған туыс жігжаттарың баршасы аман есен өсіп өнсін. Осы берген ақ батам қабыл болып, дәметкен аруақтарға тие берсін демек. Әумин. Бәрекелді. Батаңды бердің ата, келесі тойға дейін пака. Рахмет аға. Баршаларыңызға көптен көп рахмет деп қояйық әреке. Рахмет. Енді құрметті ата-аналар, кеш келгеніңізге кешіріңізді сұраймыз. Жағдай болып қалды сондай. Господа офицеры, сендерді енді выпускпен құттықтаймын. Диплом алғандарыңды тоже құттықтаймын. Енді қызыл диплом алғандар жігіттерді тоже құттықтаймын. Особо дейді ғой. Бәріне тілейтім ақ жол. Жоғарда көріңдер енді. Бәріңізді енді 5 жылға ата-аналарың бізге тапсырды. Біз енді сендерден лейтенант болып шығарып жатырмыз енді. Бәріне тілейтім денсаулық, ашық аспан енді. Қызықтарын көріңдер енді. Сол үшін алып қоясыз. Ал енді құрметті ата-аналар, сіздерде міне осындай балаларыңыз үлкен жолға қадам басып отыр. Солармен құттықтағым келіп отыр сіздерге. Мында бір рахмет. Осындай балаларды бізге тапсырып, табыстап, біз осы балаларды енді тәрбиелеп, қолымыздан келгенше ақылымызды айтып, өстіп алдыларыңызға үлкен де осындай азамат қылып тапсырып отырмыз.
екінің бірі балалар осындай қиын жолға келе бермейді, қадам баса бермейді. Бұлар енді қиыншылықтан да өтті, бәрінен өтті. Енді аш болған жоқ, киімдері көк, тамақтары тоқ. Осылай енді елбасымыздың қолдауымен осылай офицерлік шенін алып, өздерін енді үлкен жолға қадам басып отыр. Сендерге айтатын тек қана жұмыстарында адал істеп, таза істеп, әрқашанда биіктерден көріне беріңдер, генерал болыңдар. Не айтам, еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Еліміз тыныш болса, балаларыңызды қастарыңыздан жиі көріп тұрасыздар. Рахмет сіздерге. Рахмет. Құрметті командирлер, құрметті біздің преподаватель мырзалар, ұстаздар, көптен көп рахмет сіздерге. Төрге жайғасыңыздар, сіздерге арнайы жайған біздің дастарханымыз бар. Ал енді рұқсат болса, осында керемет біздің осында баршаларыңызды ортаға бір жақсы биге, керемет көңіл күйге шақырсақ деп жатқан жайымыз бар. Сіздер жақсылап бастан дәммен ала беріңіздер дегеніміз келеді. Ал ағайындар, керемет тамаша осындай той кеш жасай қалсаңыздар, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланысым тетігіміз 8702, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз ағайындар. Тек қана осындай көңілді кештерде жолығайық. Рахмет, сіздермен болған мен асаба әнші Сәбит Жалғасұлы. Рахмет. Бір өлең сіздерге тартып өтсек, қосылсаңыздар бірге қосыла беріңіздер. Бас қостық достар бүгін көңілдің тұнығындай жайқалып жүргендерім, жақсылықта жолығайық тек мәңгі. Көтерейік достар, мол бақыт үшін, үзілген сөнген бір үміт қайта жалғансын. Көтерейік достар, махаббат үшін, осы күнге жете алмаған жан достар үшін. Келге биле сезім отына күйме